Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен заявка дайындайтын боламыз. Ол үшін біз пополнить басамыз. Exchanger Money. Все варианты. Мен бүгін заявканың бесеуін дайындайтын боламын. Әртүрлі сумаға. Ол үшін біз вымызы сатып алу үшін заявка дайындағанда біріншісін басамыз. Вывод на карту деп. Мен Каспиймен жұмыс істеймін. Қаласаңыздар, сіздер басқа банкты таңдасаңыздар болады. Қазір обновление болған. Справочный курс дегені бар қазір. Алтын ондай жоқ еді. Мына жерінен өзгертірсеңіздер болады. Өзгереді. Отдельно болып шығады. Ол заявкалар біздікі де жасалғаннан кейін осындай болып шығады заявкамыз. Маған мына біріншісі удобный, сол үшін соны қолданамын. Енді мен вымызы сатып алғандықтан купить на своих условиях деймін. Егер сіздерде вымызы болатын болса, продать на своих условиях деп істейсіздер. Басқа видеоларында продать на своих условиях деп заявка дайындап қоямын. Енді купить на своих условиях. Бұл жерде вымызыны Қазақстан теңгесіге сатып аламыз. Бұл жерде бір ғана сделка істесек болады, кейін көп сделка істесек болады. Оның айырмашылығы біреу дегенде определенный, мысалы, вымызыны 50 вымыз алатын болсаңыз, бір 50 вымызға ғана істелінеді. Ал многоразовый сделка дегеніміз ол, мысалы, 5 вымызыдан 50 вымызға дейін сатуға болады. Мысалы, сатып алатын адам, соның ішіндегі, мысалы, 20-30 вымызы сатып алса болады. Оны қазір көп адам түсінбейді. Сол үшін түсіндіріп кетіп жатырмын. Кейін осы жерінде плавающий курс дегені бар. Ол жерде сіз өзіңіз ставка қоясыз. Бұл ставка мына жеріндегі төбесінде тұр ғой. Мысалы, біріншісінде тұр. Минус 49. Сол саналады. Мен бірінші заявкамды 50 вымызыға істейтін боламын. Ол үшін көріп аламын. Елу вымызы қанша болып жатқаны. Жазасыздар, біліп аласыздар бірінші. Мына біріншісінде тұрғандары многоразовый сделка дегендері. Мысалы, 20 вымызыдан 900 вымызға дейін сатып алсаңыздар болады осының ішінен. Кейін сіздер таңдағанда өздеріңіздің банкіңізді таңдаңыздар. Қазір Народный, Жусан әртүрлі банктерді қоятын болған. Обновлениедан алдын только Каспий банкпен көбісі істейтін еді. Енді қарайсыздар. Қаласаңыздар бұл банктерден алсаңыздар болады. Бірақ ақшаны жібергенде комиссиясы болады. Егер өзіңізде Народный болатын болса, Народный карточкасы болатын болса, сонымен істей берсеңіздер болады. Мысалы, біріншісін ала берем. Менде Народный бар. Не? Көреміз 50 қанша болатынын. 20 450 болады екен. Мен заявка дайындағанда мен одноразовый сделка қып істеймін. Фиксированный курс дегеніміз бұл бірдей болып тұрады, өзгермейді. Мысалы, 50 вымызы деп жазасыз қой. Астында өзі шығарып береді, бұны өзгерте алмайсыз. Болды, сөйтіп жазасыз. Егер өзгертетін болсаңыз, мұна өзгеріп кетеді. Не, өзгереді.
20 мыңға 44,71 алсаң болады. Егер плавающий курс дегенді таңдайтын болсаңыздар, қазір 50 деп жазамыз. 20.450 еді ғой. 20.450. 45 болып қалды ғой. Енді мына ставкасын өзгертесіздер. Мысалы -20 деп жазасыздар. Мына жерге 50 дейсіздер. 20 мыңға жетпеді, значит 10 деп жазасыздар. Қаласаңыздар 8 деп жазсаңыздар болады. Мен -1 қып алатын болам. Сонда біріншісінде шығады. Кейін банкті жазыңыздар. Қайсы бір банкті? Мен қазір Каспий банк деп жазам. -9 деп жаздым. Сонда 20.351 болады екен. Каспий банк таңдадым. Енді көреміз. Міне одноразовая сделка. Курс. Плавающий курс деп жаздым. -9. Енді көреміз қайсында тұрады екен. Публикация жасайсыздар, енді шығады. Вернуться к списку дейсіздер. Міне біріншісінде шықты менікі. Себебі арзандау істедім басқаларына. Басқаларынан арзандау істедім. Міне басқалардікі -11-де 46. Соларына қарайсыздар. Міне біріншісіне шықты біздікі. Біріншісіне шығатын болса тезірек басқа адамдар контрагент табылады. Сол үшін біріншісіне істегендеріңіз жақсы. Өзіміздікіне кіріп көрейік. Менің рейтингім 96. Не шықты? Елу ВМЗ-ны 20.351,70 теңгеге сатып аламын деген ол. Ставка -9. Қаласаңыздар осындай қылып 3-4 істеп қойсаңыздар болады. Мен тағы біреуін істеймін. Енді многоразовый істеймін. Ол үшін бізге қанша ВМЗ? 5 ВМЗ-дан 50 ВМЗ-ға дейін дейміз. Өздерінің ставкасы шығады. Бұны өзгерте алмайсыз уже. Кейін банкіңіз таңдайсыз. Каспий банк. Өзіңіз өзгерткіңіз келсе, ең астына өзіңіз қоссаңыз болады.
сөйтіп өзгертсеңіз болады. Егер өзгертпейтін болсаңыз өстіп шығады. Мен қазір өзгерткенде сөйтіп өзгертем. Енді көреміз, қайсына шығады. Бұл многоразовая сделка дегені. Енді сіздер іздегенде 50 вмз іздегенде менің бірінші заявкам шығып жатыр. Енді контрагент уже табылды. Себебі мен арзаннан сатып жатырмын. Шықпай жатыр, себебі уже контрагент табылды, уже сатып алып қойды менің заявкамды. Сол үшін шықпай жатыр. Многоразовая дегеніміз уже сатып алып қойды. Соны сатып алып қойды. Сол үшін арғы жағынан шықпай жатыр. Сөйтіп істесеңіздер болады. Контрагент тез келеді. Қазір көреміз, қайсы қанша вмз, 5 вмз екен. Сонда біз 5-03 вмз сатып жатыр бізге контрагент. Егер алатын болсаңыздар, осы банковский номерін жазасыздар. Каспий банкке кіріп жіберу керек. 2250 теңге жібересіздер. Кейін подтверждение жасайсыздар. Егер сіздер алмайтын болсаңыздар, аннулировать етуге болады. Другие причины дейсіздер. Егер аннулировать етпейтін болсаңыздар, подтверждение де жасамайтын болсаңыздар, сіздерді администратордың өзі аннулировать етеді. Кейін сіздердің рейтингіңізді түсіріп жібереді. Минусқа түсіріп жібереді. Мысалы, менікі қазір 96 болып тұрса, 90-ға түсіреді. Мен қазір сатып алмаймын. Сол үшін отмен жасадым. Сіздер сатып алатын болсаңыздар, подтверждение жасайсыздар. Видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Тағы видеолар қоятын боламын.